Кеше бір қазақтың екі қызы Германияда тұратын. Әлеуметтік желіде мақтанып жатыр, қатар тұрып алған. Міне біз Германияға келіп үлкен жетістікке жеттік дейді. Екеуміз де 6 тіл білеміз дейді. Екеуміз де осыны оқу бітірдік. Екеуміз де мұнда Германияда мемлекеттік қызметкерміз, қызмет істеп жүрміз дейді. Осылай өмір сүру керек, осылай нәтижеге жету керек деп. Мен айтам, осы сөзді олар тың құрмағаны қазақша айтып тұрса, мен үндемейтін едім. Екеуі де орысша шүлдірлеп тұр. Бір ауыз қазақша қосқан жоқ. Сон қазақ тілін ұмытты ма деп отырмын мен. Өзің ана тілінде сөйлесе, біз ана тілімізден, қазақ тілімізден басқа 6 тіл білеміз деп мақтанса, немесе 5 тіл білеміз деп, онда мақтануға болады. Одан кейін оқу бітірдіңдер, сендерде біздің еліміз, ата-аналарың шетелге не үшін жіберді? Сол жақтан білім алсын, келсін Қазақстанға, жастарға үлгі болсын, Қазақстанға қайтып келіп, Қазақстан мемлекетіне қызмет етсін, еліне, жеріне деп жіберді емес пе? Жоқ, сендер мәсіңдер, біз осы жақта бітірдік, міне Германия мемлекетіне қызмет істеп жатырмыз деп. Сендердің Германияға қызмет істеп жатқандардан бізге қандай көмек, біздің елге? Қандай пайдасы бар? Сонда сендер не үшін мақтанып отырсыңдар? Өз ана тілінде білмейтіндеріне мақтанып отырсыңдар ма? Жоқ, шетелге кетіп, ана қарындарын қамын ойлап, сол басқа мемлекетке қызмет істеп жүргендеріне қуанып жүрсіңдер ме? Өздерің үшін өмір сүргендеріңе. Ана Абай атамыз айтады ғой, өзі үшін оттаған, өзі үшін өмір сүрген адам дейді, өз бас пайдасын ойлап. Өзі үшін оттаған хайуанмен бірдей дейді. Сендер мұнда кеп істеп жүріп мақтансаңдар жарайды. Міне, біз келдік, 6 тіл үйрендік, міне нәтиже деп осыны айттық. Қайтадан Қазақстанға келдік, Қазақстанға қызмет істеп жатырмыз, жастарға үлгі көрсетіп жатырмыз. Ана тілімізді ұмытқан жоқпыз деп, ана тілінде сайрап тұрсан, сонда мақтануға болады деді. Міне біздің қыздар деп айтуға болады деді. Абылай ешқандай мақтанатын нәрсе көріп тұрған жоқпын. Өз ана тілдерінде қорлап бір ауыз сөз қоспадыңдар, басқа мемлекетте өмір сүріп жатсыңдар, басқа тілді білеміз деп қуанасыңдар. Бұдан пайдасы не бізге? Өкінішке орай қазақ ана қай немен айтқанын білмеймін. Алаштың азаматтарын бір айтқан қойдым. Қазақ ана майымылға ұқсайды. Майымыл біреуден не көрсе, соны қайталайды ғой. Міне тоғайдың басында қарап отырады да, оны солай ұстайды оны. Ана адамдар келеді екен де майымыл ұстайтын. Содан кейін ана сеткіге оранып жерде жатып ойнайды екен. Содан кейін сеткіні тастап кетіп қалады екен. Сол кезде майымыл түсіп, ана сеткіге оранып бәрі ойнай бастаған кезде бар оралып қалады, сол кезде бар адамдар ұстап алады екен. Біз де дәл сондай әуес қоймыз. Басқа елдер, басқа ұлттың адамдар не істеп жатса, соған жүгіреміз. Басқа тілді үйренеміз. Бәрін ұмытамыз өзіміздікін. Өкінішке орай.